Құдай сақтасын, салыстырмалы түрде айтып жатырмын. Баяғы ДАМАЗ өте қауіпті автомобиль болған. Алдынан соққы алғанда, мынау рөл колонкасы жүргізушінің кеудесін тесіп, кабинасы аяғын қысып қалатын болған. Бұрын салонда қауіпсіздіктен тек пісміллә ғана болса, қазір жүргізуші мен жолаушыға арналған жастықтар пайда болды. Бұл революция. Доставкаға асық баратырмын, жігіттер. Құттықтаймын, жаңа ДАМАЗда заманауи базалық көмекшілер қосылды. ABS бар ғой, ойлаңдаршы. Тежелу бағыты әлде қайда қысқарады деген сөз. Одан бөлек EBD, тіпті электронды тұрақтылықты бақылау батырмасы орнатылған. Ол мынау сол жақ бетте. ДАМАЗ Өзбекстанда биыл жыл басында ғана буын жаңартты. Яғни бізге келетін жаңа ДАМАЗдың ауылы алыс емес. Автомобиль негізі 5 жиынтықта ұсынылды және де жергілікті бағасы жарияланды. Негізгі 5 комплектацияның ең төменгісінің құны 134 миллион 439 мың теңге емес, сум әрине. Теңгеге шаққанда бұл 5 миллион 440 мың. Ал максималканың құны 154 миллион 128 мың сум. Теңгеге шаққанда 6 миллион 230 мың теңге.